Бірінші, әулие деген кім? Әулие деген дос, Құдайға жаққан адам болып табылады. Мейлі ол дүниеде болсын, мейлі дүниеден өткен болсын. Жалпы кез келген адам дүниеден өткен, ол әулие деп айтсақ болады жаңа. Кейбір халықтарда зираттың басын қайтыс болған қабірстанды әулие жер деп айтады. Қайсысы болса да. Енді сол әулие жерлерге бару әлбетте дінімізде рұқсат етіледі екі мақсатта. Біреуі дұға қылу үшін оларға, екіншісі сол марқұмдардан ғибрат алу үшін. Осындай кісілер өткен кезде біздің де өміріміздің соңғы селт еткізер бір нүктесі барын ойланып, өмірінің бағытын өзгертіп, бағдарын дұрыс қоя білу үшін осы нәрсеге барып тұру керек. Өйткені хадистерде бізге айтады, қабірге, зираттарға көбірек барыңдар дейді. Өйткені ол ақырет еске түсіреді. Халқымызда қалған бір нақыл бар. Қарны тоқтар мазарға барсын, қарны аштар базарға барсын дейді. Демек, сіз мазарға барсаңыз сол дүние ойланып еске түсуіңіз керек. Осы дұға қылу мақсатында барып тәлім етуге болады. Бірақ сол тәлім алған жерден жаңағы ойын күлкі, тамаша, немесе кейде аузына сәл қажет емес сөздер, ыңғайсыз сөздер сөйлеп, қалжыңдап ойнап тұратынын жиі көріп қаламыз. Бұл нәрсе қателік болып тұр. Сол үшін адамға тоқтам берген ең соңғы қазақ айтпақшы көр деген сол көріп үлгі алатын жер ғой.